Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін мен сақтар жайлы ақпаратты барынша көп айтуға тырысамын. Ең алдымен маған қолдау білдірген пікірлерге алғысымды айтқым келеді. Ендеше кеттік. Сақтар деген кімдер олар? Сақтар біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдықта Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс Түркістан аумағында мекен еткен ежелгі тайпа. Олар қуатты тайпалық одақтастары массагеттер, исседондар, аландар, каспийлер, сарматтардан тұрған. Бұл халық өзін-өзі сақ деп атаған. Оларды көне гректер скифтер деп атаған. Ол туралы грек тарихшысы Геродот өзінің тарих деген еңбегінде 5 томында жағрапияшы Страбон жағрапиясында жазып қалдырған. Сайық тайпасының әртүрлі атаулар болған. Ежелгі гректер оларды азиялық скифтер, ал парсылар құдіретті еркектер деп атаған. Ол қандай елдермен жауласып отырды? Көне жазбаларға қарағанда, Ахамен әулетінің патшасы Кир, Дарий, сақтардың әртүрлі тайпалармен жауласып, бірде жеңіп, бірде жеңіліп отырған. Сақтар парсы әскерінің құрамында грек, парсы соғыстарына қатысты. Ахамендердің әскери құрамында қызмет атқарды. Ескендір де сақтарға қарсы соғысты. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдың орта шенінде көшпелі тайпадан ығысқан сақтар соғыса отырып Дрангин жеріне орын тепті. Бұл араны Сақ деп атады. Бүгінгі Орта Азияның, Пәкістанның, Ауғанстанның, солтүстік Үндістанның жеріндегі сақтар біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырдың ортасына дейін жергілікті халықтармен сіңісіп кетті. Сақтар тілі 10-ші ғасырға дейін сақталды. Бүгінгі түркі халықтарының тілінде сақ сөзі жиі кездеседі. Мәселен, қазақтарда сақа, сақшы, сақ сөздерінің сақталуы да бұлар сақтардың ұрпағы екенін дәлелдейді. Сақтардың шаруашылығы. Сақтар мал шаруашылығымен де, егін өсірумен де айналысқан. Олар жылқының 2 тұқымын өсіргендігі анықталды. Оның біреуі басы үлкен, аяғы жуан, денесі шомбал жатаған жылқы. Ал екіншісі шоқтыған, биік, бойшаң, сымбатты жылқы. Оны қарулы жауынгерлер мінетін болған. Сақтар қой бағумен де айналысқан. Сақтарда маңдай алды, дөңестеу, ірі қойлар көп тараған. Олар қазақтың қазіргі құйрықты қойлары тұқымына жақын болған. Түйе шаруашылығы да кең дамыды. Ал сиырдың көшпелі тіршілікке бейімделген мұндай тұқымның өзгеден айырмасы өнімділігі төмен, тірілей салмағы аз, жем-шөпті көп талғамайтын, суықта сыр бермейтін, жүні қалың, тебін малы болды. Сақтар егіншілікпен де айналысқан. Қыстау маңдағы егін сақтарды астықпен қамтамасыз еткен. Олар тары, арпа, бидай еккен. Оңтүстік Сырдария алқабында сақтардың Шірік-Рабат, Бәбіш-Молла, Баланды секілді қоныстарында табылған. Бұл сақтардың егіншілікпен айналысқандығының дәлелі болады. Егер сіздердің де пікірлеріңізді шығарсын десеңіздер, пікір жазып кетіңіздер. Сонымен қатар тіркеліп лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар.